Ассалаумағалейкум достар, дермен болған аян кизет. Біз бүгінгі видеода Pojab лаунчермен выживание түсіретін боламыз. Енді достар, мен ютубқа көп болды оралмай кеттім. Оған кешіріңіздер. Оның себептері өйткені телефонымды бұзып алдым. Ішінде видеолар болған. Соны ақырнап шетінен саламын дегенде телефоным бұзылды. Содан кейін телефонды 1-2 ай бұрын алдым. Содан кейін телефонда кішкене ақаулар дегенде Майнкрафт көшпей қалды. Сөйтіп оған настройкасын жөндеп, енді бастап жатқан болатынмын. Енді достар, барынша қолдап тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұрын жестко актив болды, енді тура солай қылдырақ. Енді достар, мен әдетте выживание бастап кеткен болатынмын, сіздерге қызықсыз болмасын деп. Енді осы жерден бастайын ба бастамайын ба деген комментарийға жазып кетіңіздер. Енді мен 6 алмас тапқан болатынмын. Сіздер маған сенбеулеріңіз мүмкін. Мынадан сенулеріңіз керек. Міне, осыншама блок таптым. Мен осы бедрокқа дейін қазып шыққанда осы алмас тапқан болатынмын. Бар жоға 6 алмас. Ешқандай алдау жоқ. Енді нақ Pojab лаунчерді ойнап жатсын десеңіздер, маған осы ыңғайлы болдым. Енді алдағы уақыттарда тек выживание емес, айтин блок, скайблоктар түсіріледі. Және де сіздерге айтарым, осы каналда тек летсплейлер ғана жүретін болады. Ал егер летсплейден басқалар жүрсін десеңіздер, екінші аккаунт ашатын боламын. Соған тіркеліп кетіңіздер. Енді комментарияға жазып кетіңіздер. Енді біз бастайық. Негізі біз сыртқа шығуымыз керек еді, өйткені мен маяқта барлығын аралап шығып тастадым уже. Енді мен шығатын жер таппай жүрмін. Ойып тастаған ғой мен маяқты бедрокқа дейін қазып создан. Соның кесірінен өзім адасып қалған болатынмын. Енді дауысым максимальный шығу керек негізі. Енді достар, бұрынғыда жестко актив көрсетті. Енді мен байқағаным, неге бұларына летсплей болады десеңіздер, қазір қазақ ютуберлері Майнкрафттан летсплей түсірмей кеткен болатын. Мен соған кішкене өкінемін, өйткені менде енді мотивация жоқ болады. Видеоларды көріп летсплей ойнағым келеді, бірақ оны мотивация керек. Ал мотивацияға актив болу керек. Активке лайк басу керек. Сонымен сол маяқта 6 алмасымыз бар. Мен сыртқа шығу керек еді. Айтпақшы достар, ренжімеңіздер. Енді анақта дауыстар шығып қалған болатын. Сол үшін де стопқа қоя тұрдым. Енді достар, міне бізде FPS қанша тап тұр екен? 30-28 тап тұр. Енді қазір мияқта видео түсіріп отырғанса кішкене қатулар болады. Мен бермейміз. Менде барынша Define көшіріп алған болатын. Және де бұл қазір жайлап көтерілетін болады. FPS енді қатып атса ренжімеңіздер. Мияқта керекті заттар бізде осылар. Қалғандар қалай берсін, неге қалай берсін десеңіздер, өйткені мен қайттан келемін. Қазір сыртқа үйді таныстыра кетейін. Қаяқта біздің жер шығатын? Достар, мен таппай жатырмын, шыны керек. Қарағым келген. Свет қоя салайық. Мына тұрда ма? Жоқ. Мен қаяқты табу керек бізге. Достар, жоқ енді. Мына қой дейме? Жоқ, бақтым. Басым чырғы бөлеген алып кетті ғой.
жоқ, бұл жақта емес, қазір айналып қайтып келеміз. Оданша мына жақта болу керек. Міне. Мен айналып жүрмін ғой, не байды. Ми шатасып кетті ғой мияқтан. Мияққа шық, мияққа жүрміз керек қой деймін. Пайди. Мияқта скелеттердің дауысы. Ой, ё-моё, айналып жүрмін. Міне миым ашып кетті. Мә достар, сіздер қызықсыз болуы мүмкін. Мен қазір ой сияқтан шығып алғасын жалғастыратын боламын. Міне достар, енді шығатын жол таптым. Міне бет шығылаймын. Менде бірдеме бар, әйтеуір видео түсірген сайын телефоным қатады. Ол жағын не екенін білмеймін. Себебін білсеңіздер айта кетіңіздер. Бұлай қатпайды ойнағанда, кәдімгідей әдемі ойнайсың. Бірақ именно видео түсіргенде телефоным қатып қала береді. Соны айта кетсеңіздер, білсеңіздер. Қазір достар, мен тоқты шығатын жер тауып алайын. Пайды ой жақтан өттің, анақта дым жоқ. Қазір шақты араламаймыз. Бірінші аман есен сыртқа шығып алайық. Әміне шықтық. Жоқ, обратно қайтамыз артқа. Бұл шықтық, достар, шықтық. Мен мияққа шығамыз. Мен бұл шақтыны анақтардан қазып тапқан болатынмын, қазір көрсетемін. Зомбилер жүр. Міне. Мен мияқта қазып келе жатқанда, анақта менің үйім бар. Қазып келе жатқанда тапқан болатынмын. Достар, барынша даусым шығып атқан шығар деген үміттемін. Енді бұны да монтаждаймын әрине. Мен шықтық. Қарым ашып кетті. Достар, аяқтағы шықса ренжімеңіздер. Мына аяқта менің осыға дейін жинаған ресурстарым міне салқы ғана болды. Мен алып білмеймін. Міне менің екінші этажда бітірген жоқпын. Енді бітіру керек алдағы уақыттарда. Қасқа түсейік. Достар, енді мына аяқта бізде осыны алайық. Енді сен не жасайсың алмаға десеңіздер, бірінші кезекте әрине кирка. Өйткені біз атқа баруымыз керек. Пингвиндермен шошқалармен саудаласуымыз керек. Солай. Сразу алдағы уақыттарда тағы алмастырамыз. Тут бірінші не қылыш жасайық. Қылыш бізге обязательно керек. Міне қылыш жасаймыз. Жасадық. Енді бізде 4 алмаз бар. Міне жасадық. Міне достар, бізде алмаз таптық. Алмаз тапқан болатынбыз. Қолымызда кирка және де пышақ бар. Киркамен әрине меч бар. Енді мияқта достижениені көрейік. Бізден достижение осылар табу керек. Осылар табу керек мен дәл. Бұлардан достижение жоқ, қылыш тапқан. Міне,
осыншалықты. Енді достар, бүгінгі видеода осындай болдым. Енді барынша актив көрсетіңіздер. Енді мен летсплей ары қарай жалғастырайын бәлде, қайтадан бастайын ба. Негізі жалғастырған өзіме жақсы, өйткені қазір көптеген ресурстар тауып қойған болатынмын, және де өзіме де жеңіл болады, яғни. Өздеріңіз комментарияға жазып, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал видео осымен аяқталады. Сау болыңыздар.